Мен жұмысшыларды қорқытпаймын негізі. Қалай таныстырдым ба? Менің аты жөнім Сакен Пернебеков. Осы Түркістан қаласының тумасымын. 1993 жылы дүниеге келдім. 2015 жылы Қазақ-Түрік университетінің өнер факультетін тамамдадым. Бұл бизнес негізі отбасылық бизнес болып басталған. Мен бір уақыттар дипломмен жұмыс жасап, үкіметтік жұмысқа көңілім толмай, осы отбасылық бизнесімізді қайттан қолға алдық. Негізі ата-анам бір 15 жылға жуықтай жұмыс жасаған. Осы бауырым екеуміздің бастағанымызға 1 жыл 3 ай болды. Негізі бағаны біз қоя алмаймыз, бірақ біздің магазиндердің қоятын маржасы 10 мен 15%. Одан артық қоя алмайды. Бұл жерде ойға келген бағаны қоятын болса, халыққа тиімсіз болып қалады. Сол себептен бізде сауда комитеті деген бар үкімет тарапынан. Ол кісілер айынан немесе бірнеше айда бір квартал сайын тексеріп тұруға құқылы, қақылары бар. Бізде егер 15%-дан артық болып кететін болса, олар бізге айыппұл салады. Яғни бағаны ауадан алып қоймайсыздар? Біз бағаны ауадан алып қоя алмаймыз. Мен жұмысшыларды қорқытпаймын негізі. Қорқпайды, жақсы араласам, дос ретінде араласам, құрметпен қараймыз бір-бірімізге. Мен көбінесе азанда жұмысқа кешігін кіріп келем, күліп қарсы алады. Сыйлайды ғой. Негізі мониторинг деген нәрсе бар да. Мен өзге магазиндерге кірсем, жақсы жағын алуға тырысам, ал өзімнің магазиніме кірген кезде мен үнемі жаман жағын іздеймін. Өйткені сыни көзбен қарап, мен халыққа жақсы жағымды көрсеткім келеді. Сол себептен ұнамайтын жерлердің барлығын жақсы жағына өзгертуге тырысамын. Халыққа сезім сыйлау ғой негізі, эмоция сыйлау. Мен осы магазин саласын бастаған кезде біз былайынан бастадық та негізі. Бәрімізде бір ассортимент қойынды. Доширак, Биг Бон деген сияқты барлық ассортимент барлық магазинде бар. Но біздің магазиннің бір ерекшелігі болу керек деген кезде біз дизайннан бастадық. Кейін дизайнның жемісін былай жей бастадым. Келген адам тамсана қарайды, үйіндегі кішігірім бір проблемасын ұмыта бастайды екен. Сол нәрсені мен түсініп, ұстап алдым да, болды, бұдан кейін магнат продукт емес, сезім сатады деген нәрсеге күш салып, біз барынша интерьер, дизайн, және де біздің әріптестеріміз, қызметтегілер халықтың көңілінен шығатындай жұмыс жасауға. Яғни тек сату емес. Бізде продукт сату емес, яғни эмоция сыйлау жағына басым көңіл бөлеміз. Негізі барлығы айтса айтып жатқан шығар, бірақтан ол нәрсені іспен дәлелдеген жақсы. Обычный базарда сатып отырып, халық үшін деген әңгіме енді мен үшін шындыққа жанаспайды. Осында жеке дүкенің болып, өзің бар күшіңді шынымен де халықтың ықыласын алатын, көңілінен шығатын нәрсе істейтін болсаң, осыны халық үшін істеп жатырмын деп айтуға болады. Нарыққа бірдей болып кіреді баға. Мынандай нәрсе бар да, жалпы ұғымда инфляция деген нәрсе бар. Бір жылда 7-8%-ға біздің ақшамыздың құны құлдырайды. Сол себептен бізде продукцияның қымбаттағанына байланысты ол нәрсе. Доллар көтерілсе, міндетті түрде продукты қымбаттайды. Дегенмен де сол шығып жатқан продукцияның бір 50% десем болады, продукция жағынан. Біздің өзіміздің отандық өнімдер бар. Азиялық өнімдер бар, бірақ сонда да долларға әсер етеді. Ал магазин саласында маржинальность біреу қымбат, біреу төмен сатады деп жатқанымыз, ол поставщикпен келісуге байланысты. Мысал ретінде біздің магнат үнемі объеммен зат алғандықтан біз арзан қылып аламыз, и біз халыққа арзан бере аламыз. Өмірде бірақ нәрсені түсіну керек ше. Мен осы нәрсені өзім түсіндім да, бірақ кеш түсіндім. Оқыма түбегейлі ақша табуым керек. Енді осыдан жастар вывод шығарса болады да, бір өзінің ойының түйгенін шығарса болады. 11 жыл мектеп оқыды. Әлі оқып жатқандар бар. Одан кейін 4 жыл университет немесе колледж немесе магистрант болады. Енді оқудың зияны жоқ негізі.
бірақ оның түпкі жағында біз сол маманның иесі болып біз ақша табамыз. Егер де сіздің сол оқып жатқан мамандығыңыз арманыңыз болып сол мамандық бойынша жұмыс істесеңіз ол жақсы. Ал егер де амалдың жоғынан жүріп просто мен ертең ақша табуыма бір диплом керек дейтін болсаңыз, одан да кәсіп жасаңыз дегім келеді. Кәсіпте рискі көп рисковать етеді, но үлкен деген жетістікке жетеді.